Атадан балаға жалғасқан аманат, ұрпақтан ұрпаққа қонған киелі зергерлік өнер құрметі, жазылмаған дала заңы. Тас дәуірінен бастау алған өнерді алғаш қолының икем бар адамдар бастады. Зер сөзі әсемдеу, өрнектеу, көз сүзгісінен өткізу десе, кер сөзі керлердің арғы бабасы кер сахап сансыз бабаның ұрпағы дегенді білдіреді. Содан зергер сөзі пайда болған. Алматы облысы Есік маңынан табылған алтын адам бейнесі қазақ даласындағы ұлттық өнердің сеңі бұзылмаған өмірдің өзі дәлелдейді. Қанша ауыр соққылар тигенде тұмсығы бұзылмаған қазақ елін тарихта көшпенділер деп жазғанымен, малдың жайымен қай жерге қоныс аударса да, темір ұсталары көрігін өшірмеген. Балғасы мен төсі толассыз еңбекпен шыңдалған. Қазақтар жұмыс істейтін орынды құтхана деп атаған. Ер Дәуіт бабамыз құтхана несібенің бұлағы деп өсиет қалдырған. Өнер тазалықты сүйет, тазалықсыз жерге ырыс жақындамайды делінген. Қазақтар ежелден темірдің пірі Ер Дәуіт баба деп мойындайды. Кез келген темір ұстасы жұмысты бастар алдында менің қолыммен емес, Ер Дәуіт бабаның қолымен деп бастайды. Оңтүстік Қазақстан облысында зергерлік өнердің отырардан бастау алғанын, Ер Дәуіт бабаның жер асты теке ұсталар ауылының осы өңірде болғанын тарих дәлелдейді. Қазақ зергерлері қалдырған қалыптау, қырынау, шекіме, ширату, қақтау, қаралау тәсілдерімен түрлі түсті металдардан сан алуан әсемдік бұйымдар жасады. Таза алтынмен, күміспен жұмыс істеу құпияларын меңгерді. Әсіресе күмістен соғылған әйелдер мен қыздарға арнап кеудеге, мойынға, белге, қолға, аяққа тағылатын зергерлік бұйымдар сырға, білезік, жүзік, өңірше, шолпы, шекелік, алқа, өңір жиек, тұмарша, сақина сияқты бұйымдар зергерлік өнердің дамуына мұрындық болды. Бүгінгі қазақ зергерлерінің өрнегі де өзгеше. Күмісті алдымен шамамен 870-960 градусқа дейінгі ыстықтықта балқытады. Балқытылған күмісті қалыпқа құйып, суытып алады да, қалпынан ажыратып жылы кезінде арнайы жалпайтқыш станогынан өткізеді. Станоктан шыққан күміс жіңішкеріп, ұзындығы бірнеше метрге дейін ұзарады. Қажетті жуандықты алған соң, жіпке айналған күмісті филиер түтікшелерінен өткізеді. Дайын болған күміс жіптерді өріп, бірнеше нақышта қоюластырып, зергер қажетті бұйымдарға ою өрнектер салады. Сақинаны жасағанда шапқымен шеку, бізбен безеу, әдістерімен ою өрнектерінің қарапайым түрлері жасалса, жүзік жасауда зергер асыл тастармен, түсті шынылармен немесе күмістің көзінен көз, балдақ, отау, құс тұмсық орнатылады. Қосымша мүсіндер жүзік сақинасының үстіңгі бөлігіне дәнекерленеді. Зергер құрамасындағы сырға мен білезіктің орындалу мәдениеті жоғары эстетикалық деңгейін байқатады. Жіптің бір ұшын ұстатып бергенімен,
арасындағы түрлі өңдеу тәсілдерінің құпиясын әр зергер өзінше іздеп табады. Мысалы қазақтың осы бұрынғы келе жатқан дәстүрін одан ары қарай дамыту, одан ары қарай жаңғырту. Вот сол кезде ғана біздің қазақ халқының өзінің осындай болады екен, осындай заттар бар екен, осындай қазақта осындай заттардың неше түрлі нәрсесі болады екен деп есептелінеді. Ал егер де біз баяғыда біз қазақ халқының істеген заттарын көшіріп қайтадан орнына қоя берсек, ешқандай дамымайды. Егер де ойлап біз осында өзіміздің ойымызды бүйтіп шығармасақ, қазақ халқының мынандай баяғы істелінген нәрсесі ары қарай жылжымайды негізі. Сол үшін біздің мақсатымыз, мысалы зергерлердің мақсаты, біздің қазақ халқының бұрынғы дәстүрінен қарап көшірмесін, бірақ ары қарай дамыту, адам өзінің жүрегінен шығу керек. Әйелдердің әшекейлеріне деген сұраныс толастаған емес. Тамақ адал болу үшін қолда жүзік болу керек деген ырымдар ертеректен қалыптасқан. Алтын мен күмістен жасалған әшекейлердің тіл көзден, кесір пәледен сақтайтын тылсым күші бар деген ел арасында сенім қалыптасқан. Ертеректе қазақтың әрбір әйел қыздары қолдарына күміс жүзік, білезік сақина таққан. Күмісті халықтың көп пайдалану себебі ол денедегі жағымсыз күштерді кері шығарады. Күміс қасықпен тамақ ішу адам бойынан сырқатты қашырады деген. Қандай зергер болмасын, бәрі де қару жасау ісінен айналып өтпеген. Мылтық, қанжар, пышақ, қылыш жасау тәсілдерін үйренген. Тік қылыштың сабын безендіруде шебер өзінше қайталанбас түрді композициялық үлгіні ойластырған. Қылыштың сабын күміспен түрлі бағалы тастарды араластырып орындаған. Өнер өрнегімен бағалы, түрлі формада орындаған пышақтар мен кездіктер де көздің нұрын алады. Сабының өзін сан түрлі формада түрлендірген. Бір жұмысын екіншісіне ұқсатпау зергердің бәріне тән қабілет. Әр кезеңнің өз ерекшеліктері, жұмбағы, ашылмаған ұсталықтың құпияларын ашуға қанша ұрпақ ұмтылыстар жасағанымен, ұстаның ішкі әлемінің кілті табылмайтын алтын сандық. Бармақтай заттың өн бойына қыруар өрнек сияды. Сол өрнек арқылы ұрпақты таңырқатып, тәрбиелікте, танымдылықта, талғамдылықта қабілеттерін оятуға ықпал ету шебердің мықтылығы. Атадан балаға жеткізген аманатымызды, ұрпақтан ұрпаққа қонған киелі зергерлік өнерімізді жалғай отырып, ұлттық қасиетімізді сақтай аламыз.